Сәлеметсіңдер ме балалар? Күндей жадырап, жұлдыздай жарқырап, судай мөлдір таза көңілмен математика сабағын бастайық. Бүгінгі сабағымыз 26-шы сабақ пысықтау сабағы. Балалар, сабақтың мақсаты жиындар арасындағы қатынасты анықтайтын боласын. Көп таңбалы сандарды бөлу және көбейтуді орындайсын. Қандай да бір заттар бір жерге жиналғанда, математикада оны жиын деген жалпы атаумен атайды. Мысалы, сыныптағы оқушылар жиыны, гүлдер жиыны, кеселер жиыны және тағы да басқалары. Жиынның ішіне кіретін адам, жан-жануар, заттарды жиынның элементтері деп атайды. Мысалы, қарлығаш құстар жиын элементі, қарағаш ағаштар жиын элементі. А мен Б жиынның қиылысуы бұл олардың ортақ бөлігі болып саналады. Яғни бір уақытта А-ға, Б-ға да тиісті жиындар. Жиынның қиылысуына ауыстырымдық және терімдік қасиет тән. Ауыстырымдық қасиет, терімдік қасиет, демек жиындардың қиылысу нәтижесі жиындар мен амалдардың ретіне байланысты емес. А мен Б жиынның барлық элементтерін бірге алғанда, А мен Б жиындарын бірігу деп аталатын жаңа жиын пайда болады. А және Б жиындарының біріккен тұсын табу үшін А жиын элементтеріне Б жиындарының элементтерін қосуға болады. Жиындардың бірігуіне ауыстырымдық және терімдік қасиеттері тән. Ауыстырымдық қасиет, терімдік қасиет, демек жиындардың бірігу нәтижесі жиындар мен амалдардың ретіне байланысты емес. Әлемде үлкен ел болыпты. Бұл елдің тұрғындары сандар екен. Олармен қатар бұл елде цифрларда өмір сүріпті. Сандардың көптігі соншама, санасан сан жетпейді екен. Ал цифрлар бар болғаны 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Олар тату-тәтті өмір сүріп жатады. Мысалы, біреуі 15 десе, 1 және 5 цифрлары қатар тұра қалып, 15 деген санды жаза қояды. Күндер өтіп жатады. Не болғаны белгісіз, бір күні сандар цифрларға келіп, біз көппіз, ал сендер бар болғаны 10сыңдар, сондықтан біз сендерден мықтымыз дейді сандар. Цифрлар сандарға ренжіп қалады. Мақтаншақтар жоқ елге кетеміз, сандар өздері қалсын деп цифрлар кетіп қалады. Күндердің күнінде сандар өздеріне жаңа үйлер салады. Әркімнің өз үйінің есігіне нөмір жазайын десе, жаза алмайды. Сонда сандар өз қателерін біліп, цифрларды іздеуге шығады. Балалар, цифрларды табуға көмектесіңіздерші дейді. Ал енді балалар, осы сандарға цифрларды табуға көмектесейік. Олай болса, бізде мындай тапсырма. А және В жиындары берілген. А жиынның элементтері 2-ге бөлінетін сандар 6, 10, 18, 24. В жиын элементтері 3-ге бөлінетін сандар 3, 9, 15 сандары. Екі жиынға да ортақ элементтер, яғни 2 санына және 3 санына бөлінетін сандар 6, 18, 24 сандары. Олай болса, сандардың өз үйінің есігіне жазатын нөмірлерін таптық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақта орындалатын бірінші тапсырма 100-ші беттегі 3-ші есепке назар аудар. Жиындарды қара. А. Тең жиындарды тап, тиісті белгілердің көмегімен жаз. Қай жиын А жиынның ішкі жиыны болып табылады? Тиісті белгілердің көмегімен жаз. Б. Қай жиын П жиынның ішкі жиыны болып табылады? Тиісті белгілердің көмегімен жаз. Балалар, қане 3-ші есепті орындап болсақ, жауабын қарастырайық. Балалар, келесі орындалатын тапсырма 100-ші беттегі 4-ші есеп. Тыңда. Арасы 1985 километр, 2 ауылдан бір-бірінен қарама-қарсы 2 бағытқа 2 автокөлік шықты. Біріншісі белгіленген А ауылына дейін 324 километр, ал екіншісі белгіленген Б ауылына дейін 469 километр жол жүрді. А және Б ауылдарының ара қашықтығы қанша километр?
Балалар, олай болса, төртінші есептің шешуін қарастырайық. А ауылына дейін 324 километр, екі ауыл арасы 1985 километр, жалпы 2309 километр. Оған қосамыз Б ауылына дейінгі 469 километр қашықтықты. Барлығы болады 2778 километр. Жауабы: А және Б ауылдарының ара қашықтығы 2778 километрге тең. Балалар, олай болса келесі тапсырма шығармашылық жұмыс. Мен сендерге мынадай тапсырма бергім келіп тұр. Әріптерден, сандардан, фигуралардан тұратын тең жиындар құрастыр. Балалар, қане шығармашылық жұмысты орындап болсақ, бірінші тапсырма әріптерден тұратын тең жиындар құрастыру болатын. А тең Z, X, R, K. Б тең X, K, Z, R. А жиыны Б жиынына тең. Келесі, сандардан тұратын тең жиындар құрастыр. С тең 9, 12, 15, 3. Д тең 3, 15, 12, 9. С жиыны Д жиынына тең. Келесі, фигуралардан тұратын тең жиындар құрастыр. Е тең 3 бұрыш, дөңгелек, 4 бұрыш. Пи тең 4 бұрыш, 3 бұрыш, дөңгелек. Яғни, Е жиыны П жиынына тең. Балалар, бүгінгі сабағымызда білім шыңына жете алдық па? Білім шыңының қай сатысына көтерілдік? Қане, өз-өзімізді бағалайық. Балалар, ендеше барлығымыз бүгінгі сабақты өте жақсы түсініп, білім шыңының ең биік сатысына жеттіңіздер деп ойлаймын. Олай болса, балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.